көп кәсіпкерлер, ауыл тұрғындар былай айтады. Бізде жер жоқ. Жер беріңдер, неге қамтамасыз етпейсіңдер бізді жермен деп сұрақ қояды. Сол кезде әкімдер, мен де кейбір кезде тұрып айтам. Негізі Қазақстанда бос жатқан жер өте көп. Миллиондаған гектар жер бар. Бірақ әркім сол өзінің елді мекеннен, ауылынан, тұрып жатқан жерінен, жақын жерінен алғысы келеді да. Свет бар, жолы бар, ауылға жақын. Сондай жерлерді іздейді. Енді әрине халық бар ғой, Қазақстанда халық көп. Біз 20 миллионнан астық. Енді әркім өз жерін алғысы келеді, ауылдың қасынан. И қазіргі уақытта енді ауылдардың, қалалардың қастарында уже жер жоқ. Бірақ кішкене бір 50 шақырым, 100 шақырым далаға жүрсеңіз, мысалы, жер көп. Біздің айналамызда 1 миллионға жуық бос жер бар. Дәл осы біздің фермамыздың радиусында. Неге халық алысқа барғысы келеді? Оған себептер көп. Біріншіден қиын, қиындау далада. Свет жоқ, су жоқ, оның бәрін өзін қамтамасыз ету.